Финляндия ма, сол жақта жауапты ғой шекараны. Қазір Алматыда пәтердің бағасы өсіп кетті. Жаңа шын ба өтірік па, 800 мың теңге айына бір бөлмелі пәтер дейді. Ресейден адамдар көшіп келгеннен кейін сол қазір бәрі қымбаттайды ғой. Пәтердің бағасы бар, ананың бағасы бар, оның бәрі өзімізге тиеді ғой. Мұртын көріп отырайық дейді, мұртын көріп отырыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Асеке қалайсыз? Жақсы, аман есен, өздеріңіз. Аллаға шүкір. Не жаңалықтар? Жаңалық сіз айтсаңыз Асеке. Жаңалық сол, мен мына әлеуметтік желілерді қарап отырмын да. Мына шекараның бәрі толған адам дейді, мыңдаған адамдар өтіп жатыр дейді бері қарай қазір Ресейден. Иә. Пәтердің бағасы қымбатта кетіпті. Кеше ғана естіп едім, біреу 450 мың Алматыда бір айға пәтердің бағасы 450 мың деген. Қалайсыңдар жігіттер, Асеке қалайсыңдар, аман ба? Жақсы, аман есен. Жақсы. Бүгін жіберіп жатыр 800 мың теңгеге түсіп кетті бағасы, бір бөлмелі пәтер. Шын ба өтірік па білмеймін, тексеріп көру керек оны. Жігіттер, құр отырмаңдар, лайк басыңдар, лайк. Блокировка болмайды сонда. Лайк басып отырыңдар. Асеке қалайсың, Асеке? Бізге видеолар келіп жатыр ғой бағандегі. Мына Ресеймен шекарадағы километр кәдімгі нелер тұр да, Ресейден бермен қарай. Көліктер өтейін деп жатқан. Түсінесіз ба? Енді айтып жатырмын, ананың бәрі біздің Қазақстаннан келсе, онда білмеймін не болатын бұл жақта. Соны айтамын ғой. Пәтердің бағасы қымбаттайды ол. Ол белгілі нәрсе. Жалдамалы пәтерді айтамын да, сатылатын пәтерлерінде бағасы қымбаттайды. Жылжымайтын мүлік қымбаттайды. Сондай нәрселер болады. Конкуренция болады жұмыс орнына. Өзімізге жұмыс таппай жүрген кезде оларға жұмыс тауып беру керек мына жерде. Дұрыс па? Иә. Сондай нәрселер болады ол. Белгілі нәрсе оның бәрі. Ана Сенаттың төрағасы Әшімбаев деген жауап беріпті да журналистерге. Осы бағандегі Қазақстанның азаматтары осы шекараны жабу керек, болмаса сәл кідірту керек бағанды десе, біз ондай нәрсе біздің құзырымызда жоқ. Біз шекараны жаба алмаймыз.